16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Бүгін біз бағдарламамызда заңдық маңызы бар фактыны анықтауда туындайтын өзекті мәселе тақырыбын қозғағымыз келіп отыр. Егер сіз біздің бағдарламаның тұрақты көрермені болсаңыз, өздеріңіз білесіздер, бұл тақырыпқа бұрында бірнеше бағдарлама арналған. Алайда қанша бағдарлама арналса да, біз бір бағдарламаның бізге берілген уақыттың көлемінде бұл тақырыпты толық айттық деп айта алмаймыз. Сондықтан бүгін бұл тақырыпқа біз қайта оралғымыз келіп отыр. Себебі азаматтық процестік кодекстің белгілі бір тарауында орналасқан осы санаттағы істерді қарауда әлі де судьялар тарапынан да қателіктер кездесуде. Сонымен қатар телекөрермендер құрметті арызданушы ретінде өздеріңіз сотқа жүгінген кезде сіздер де негізсіз талап арыздарды беріп, егер сот аталған арызды қабылдаудан бас тартып, немесе қараусыз қалдырып, немесе қанағаттандырудан бас тартқан жағдайда өкпе наздарыңызды айтып жатарсыздар. Сондықтан бүгінгі бағдарламада заңды маңызы бар фактыны анықтауда нені білулеріңіз қажет, қандай негіздерде сіз сотқа арыз бере аласыз. Соның ішінде менің айтқым келетіні, қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, біздің әрине Қазақстан Республикасы бұл зайырлы, унитарлы республика, бізде дін мемлекеттік биліктен ада, алайда осы діни көзқарастарға байланысты көпшілік адам қайтыс болғанда белгіленген заңда, ережелерде, медициналық ережелерде белгіленген тәртіптерді сақтамай адамдарды жерлеу рәсімдерін жасап тастайды да, ол адамды артынан қайтыс болды деп тану туралы мәселе күрделеніп кетеді. Сондықтан олар сотқа келеді. Сол дұрыс па, бұрыс па, міне бүгін осы мәселелерді біз кеңінен талқылап өткіміз келеді. Студия қонақтарымен таныстыруды рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық сотының судьясы Қанат Нұрғабылұлы, қош келдіңіз. Және де біздің осы студияның тұрақты қонағы, әрқашанда осындай тақырыптарды ортаға талқыға салуға тартынбайтын Маңғыстау облысының заң консультанттары палатасының мүшесі Аманқосова Ләззат Аманжолқызы. Қош келдіңіздер, құрметті студия қонақтары. Жалпы бүгін енді заңды маңызы бар фактыны анықтауда туындайтын өзекті мәселелерді айтпастан бұрын Қанат Нұрғабылұлы, мен өзіңізден жалпы Мұнайлы аудандық сотының өндірісінде қай санаттағы істер қазіргі таңда көп? Және де менің білуімше заңды маңызы бар фактыны анықтауда туындайтын мәселелер осы сіздерде көбіне көп туындайды, және Жаңаөзен қалаларында туындайды. Себебі сіздерде көбіне азаматтар құқықты білгісі келмейді, мойындағысы келмей жатады. Өздеріңіздің айтуыңызға қарағанда соттан осы арызда судьялардың үстінен осы талапты дұрыс қарамай жатыр деп осы категория санаттағы істер бойынша көп түсіп жатады. Осы айтып өтсеңіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма? Рахмет. Осы іс бойынша, заңды маңызды анықтау фактісі бойынша қазіргі таңда Мұнайлыға бізде көптеп түсіп жатыр. Себебі мына өзіңіз айтып өткендей, қайтыс болғаннан кейін адамды медициналық сараптамаға бермей, өздері жерлеу рәсімдерін өткізіп жібергеннен кейін енді келіп, жаңағы немесе баласын, немесе тумаласын, өзінің туғанының заңды маңызды қайтыс болған туралы сұрап барған уақытта халыққа қызмет орталығынан олар бермей медициналық анықтама сұрайды. Ал медициналық анықтаманың кезінде оларға кезінде сараптамаға жүгінбедім деп олар қайтарып жатыр хатпен. Содан қазір арыздар көптеп түсуде. Осы күнге дейін бізге бұндай арыздар осы жылға дейін болмаған, осы жылдың төңірегінде көбейіп отыр. Бұған дейін болмаған, бұған дейін болмаған бұндай арыздар. Бұған дейін тек 20-шы жыл бір арыз болғанда, қазір 23-ші жылы бізде қазір 10-нан көптеп арыздар түсіп жатыр. Себебі қазіргі таңда адамдар деген сол жаңағы рәсімдей жаңағы сараптамаға жібермей, сот медицина сараптамасы жібермей, өздері жерлеу рәсім өткізіп алғаннан кейін қайтыс болған туралы анықтама сұрап барғанда бермей, сосын сотқа жүгініп отыр қазіргі таңда. Ондай істерді біз басында алып, біз ол істерді қабылдамай негізі қайтарғанбыз. Олар бармаған жеріміз жоқ деп
азаматтық процесстік кодекс әкімшілік сотқа да олар шағымданып жаңағы действиясын мемлекеттік медициналық қызметкерлерін олардікі дұрыс деп бергеннен кейін ешқайда бәр жерге барып тоздырып 6 айдан уақыт одан да көп уақыт өткізіп келіп бізге сотқа арызданып отыр. Соны қазіргі таңда біздер енді өзіміз сол практиканы тәжірибеге алып мына белгісіз жағдайда қайтыс болған адамның мәйітіне сараптама жасалмағанына байланысты енді ол кезде 103-ке қоңырау шалынған, 102-ке қоңырау шалынған, медицинадан келіп оны қарап белгісіз өлім деп жазып беріп кеткен, ал жаңағы полиция органынан келіп криминалистер тексеріп оны сараптамаға алмай үйінен өтініш хат алып өздерінен тумаластарынан мына тастап кеткен сол жерге адамды, ол адамды өздері алып қалып өз өтініштер бойынша неге сараптама жіберу керек, жібермей алып қалып одан соң мына қайтыс болып фактісін ала алмай жүрді. Біз бұл туралы да бірталай айттық. Енді сол істер қазір қарап қанағаттандырдық. Себебі енді медициналық анықтама бар, 103 барған, қылмыстық құрам жоқ адамның өлуі бойынша. Тек белгісіз себептермен асылып қалуы бар, суға кетіп қалуы. Қылмыстық құрамның жоқтығы туралы тиісті құқық қорғау органының қаулылары бар. Қаулылары бар. Қылмыстық жүргізіп, бірінші қылмыстық істі қозғайды, адам өлуі бойынша одан кейін тоқтатады. Себебі бұл жерде қылмыс құрамы жоқ болуына байланысты. Сонда істер қазір бізден сол 10-нан көп болды қазір арыздар түсіп жатыр. Соны қаралғаны 5-6 қаралып жатыр судьяларда. Рахмет. Енді Ләззат Аманжолқызы, өзіңіз заңгер ретінде не айтасыз? Қайтыс болуын тіркеу туралы заңдық маңызы бар фактіні анықтау арызымен қандай жағдайда сотқа тұрғындар жүгінеді? Жалпы мұнайлы қазақ тілді ауданның бірі ғой. Жалпы осы мұнайлыда адамдар мүмкін құқықты сауаттандыру дұрыс жүргізілмеген ба? Неге мұнайлыда бұл санаттағы арыздар көп қазір? Қайырлы күн, құрметті студия қонақтары, сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда өкінішке орай Нұрғабыл айтып кеткендей істер көп. Менің жеке өзімнің өндірісімде 3 арыз болды. 3 арыздың 2-і Мұнайлы ауданында болды. Оларда тұрғындар белгісіз себепте қайтыс болған, біреу өзіне қол жұмсаған, екіншісі ұйықтап жатқан жерінде тұрмаған. Осындай кезде қылмыстық іс құрамы болмауына байланысты іс қысқартылған, сараптамадан туыстары бас тартқан, сондықтан диагноз қойылмаған. Диагноз қойылмаған кезде медициналық қайтыс болу куәлігі берілмегендіктен бұл кісілер қайтыс болуын тіркеу жүргізе алмай, декабрь айында қайтыс болған былтыр. Кеше жақында октябрь айында соттың шешімін алдық. Себебі диагноз қойылмағандықтан медициналық куәлік берілмейді. Әділет министрінің бекітілген ережесіне сай қайтыс болу куәлігіне медициналық қайтыс болу куәлік немесе соттың шешімімен ғана беріледі. Сондықтан бұл кісілер енді дер кезінде сол заң талаптарына сәйкес уәкілетті органдарының тапсырмаларын жаңағы сараптама жасаудан бас тартқандықтан тиісті алатын құжаттарын ала алмау салдарының кейін сотқа арызбен жүгінуге тура келіп отыр. Өзіңіз айтып өткендей әділет органдарының белгілі нұсқамасы бар, ережесі бар, бекітілген міндетті түрде медициналық анықтама қажет деп. Адамдар неге медициналық құжатқа алмаған? Сұрадыңыз ба? Белгісіз жағдайда қайтыс болғандықтан, енді діни ұғымға негіздеген қазақтар бар. Сараптама жасауға берген жоқпыз дейді. Не үшін бермедіңіз десе, жаңағы марқұмның бір органдарын алып қалу мүмкіншілігі бар шығар деп қорықтық дейді. Мен өткенде бір кеңес алуға қызмет бабы бойынша соқты. Дәл осындай аналогичный ситуация. 6 айлық бала қайтыс болған. Әкесі соғып тұр, мәйітті бермей жатыр, не істесек болады деп. Тікелей мен дәрігермен сөйлестім. Не үшін бермей тұрсыз дедім. Сараптама жасауға келісіп тұр ғой ата-ана десем. Мамасы келісіп тұрды, әкесі келіспей тұр. Себебі прокурор тарапынан айтты, қолхат жазып алып кете беруіңізге болады деп. Мен сондықтан заңдылықтарын түсіндіріп айттым. Ертеңгі күні сіз сараптама жасамасаңыз, куәлікті алу қиындыққа соғады. Себебі ол тірі адам қатарында тұра береді, қайтыс болуын тіркемегенше. Сондықтан сол жерде кеңес беріліп, сараптама жасақталып, баланың қазіргі таңда қайтыс болу туралы тіркеу куәлігін алды. Осындай кездері уәкілетті орган тараптарынан кішкене адамдарға заңдылық жолын нақты түсіндіріп айтса, кішкене адамдар түсінеді деген ойдамын. Түсіндірме жоқ болып тұр ғой сол кезде. Рахмет. Енді Қанат Нұрғабылұлы, жалпы бұндай санаттағы істерді қарағанда міндетті түрде сіздер құқық қорғау органдарын, яғни соның ішінде учаскелік полицейлерді шақыртып, жаңағы құжаттарды, бұл өлімге қатысты құқық қорғау органдарының бар қолында құжаттарды сұратып алып іс
құжаттарына тіркейсіздер ме? Рахмет сұрағыңызға. Іс құжаттарға тіркейміз. Біздер оларды қосымша сол кездегі тергеушілерге қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан жағдайда оларды шақырамыз, куә ретінде оларды жауаптаймыз. Яғни барғаны медициналық мекемеден де келген 103-пен шақырады, қоңырау шалып, солардың келген қызметкерлерді шақыртып, олардан да жауаптаймыз, олардың жауабын аламыз. Сонымен қатар, мысалы, сол нақты сол жерде қайтыс болған белгісіз себеппен өлімі туралы, мысалы, куәлер сол жерде бар, көрші көлемі бар, барған уақытта соларды шақырып, соларды жауаптап, солардың жауабына сүйеніп барып, шешім қабылдаймыз өзіміз. Оларсыз қабылдамаймыз. Мысалы айтқанда, соның үшін кешеде көріп отырып, біздер Ләззат Аманғосуда айтып кеткендей, бала дүниеге келеді, 2010 жылы тамыз айында келеді, бір айдан кейін үйіне келгеннен кейін шетінеп қайтыс болады дейді. Шетінеп кетеді дейді да, біздікілер енді оны өз медицина көрсетеді, қарайды, белгісі өлім, соны апарып өздері жерлеп қойған. Бірақ қазіргі 23 жылға дейін 10 жыл уақыт өтіп отыр. Ол бала тірі болғандай болып есептеліп тұр екен. Өздері білмейді. Өздері жүріп, кеше ғана Каспий Голд ашып, сол кезде Каспий Голд деген программада бар ғой, ғана балдардың туу туралы куәлігі бар. Сол жерде ашса, сол жерде баламның әлі аты тұр дейді. Ол келіп бізге арызданып отыр, 10 жыл болды қайтыс болғанына. Мен айтамын, енді неге сол қайтыс болғандығы туралы куәлігін алмаған? Алмаған, ештеңе де алмаған. Біз ойлаған, қайтыс болғаннан кейін медицина куәлік береміз, біз жерледік, болды, ұмытылып қалған ғой. Ал жаңа Каспий Голд алып, миясынан жаңа бала тірі болып шығып тұр анықтамадан. Сосын сотқа келіп жүгініп отыр, енді 10 жыл өтіп кетті, біз білмедік, бізге ондай куәлік алатын да білмедік. Енді жаңа халық қызмет орталығына барсақ, олар бермей кейін қайтарған, сонымен сотқа арызданып, кеше сол шешімді қарап, өзім сол куәлер жауаптап, медициналық анықтама, істің жабылған туралы бәрін тіркеп, сосын шешім қабылдадық осы бойынша да. 10 жылға дейін тірі болып тұр. Жалпы заңды маңызы бар фактіні анықтау тек қана осы қайтыс болуды анықтау емес, сонымен қатар осы бізде көп кездесетіні жұмыс өтілін, телімін анықтау, жұмыс стаж работы деп жатады ғой, мысалы. Себебі ол жаңағы зейнетке шығушының қажеті болып жатады. Ондайда бізде арыздар жалпы көбеюде. Өздеріңіз көріп отырғандай. Себебі мына өкілетті органдарға барған кезде жаңағы еңбек кітапшасында жазбаларына қандай да бір түзетулер енгізіліп тұрады. Немесе ол мекеме қазіргі жағдайда жоқ болып жатады. Ондайда арыздар көп қой біздің өндірісімізде. Бұндай арыздар бойынша не айтып кетесіз, Ләззат Аманжолқызы? Айтқаныңыз сөзіңіздің жаны бар, себебі заңды маңызы бар факті бойынша еңбек өтелі есептелмей қалған зейнеткерлік жасына толған азаматтар жүгінеді. Қазіргі таңның өзінде менде 10 шақты іс болды қалалық аудандық соттарда. Барлығының еңбек кітапшасында күндеріне, я болмаса печаттары көрінбей қалған, мөрлер көрінбей қалған, еңбек өтелгідер есептелмей қалған жағдайлар орын алады. Ондай жағдай кезде біз бірінші халыққа қызмет көрсету орталығына сұраныс береміз. Сұраныс бойынша именно қай куәліктің, еңбек кітапшасының қай жерінде көрінбей тұрғандығын нақтылап аламыз. Мұрағатқа сұраныс жібереміз, мұрағаттан сұраныс алып, содан кейін ғана сотқа жүгінеміз. Себебі тиісті құжатты алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана сотпен жаңағы заңды маңызы бар факті еңбек өтелін анықтап береміз. Қазіргі таңда енді біз айтып жүрік, осы еңбек өтілімін анықтау барысында неге уәкілетті органдар өздері анықтап бермейді деген мәселені де көтеріп, біз дөңгелек үстел өткізгенбіз. Жалпы ол кезде егер бас тартқан жағдайда олардың әрекетіне шағым айту қажеттілігі мүмкін бар ма дегенде сұрақ көтерілді, естеріңізде болса. Ол әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің аясында кету керек. Халық әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің тарапына барғысы келмейді, байқайсыздар ма? Олар сол азаматтық жолмен тез және оңай шешкісі келеді. Неге деп ойлайсыздар? Заңгер ретінде пікірлеріңіз? Себебі сотпен екі ортада араласушылыққа салынғысы келмейді. Бірақ егер уәкілетті орган тарапынан заң бұзып тұрған болса, біз сотқа береміз. Қазіргі таңда уәкілетті орган мекеме таралып кеткеннен кейін ол кісілер еңбек кітапшасына түзету енгізуді немесе толықтыруды жүргізе алмайды. Тиісті құжат алу мүмкіншілігі жоқ болғандықтан хабарлама береді. Сол хабарламаға сәйкес біз уже азаматтық тұрғыда сотқа береміз. Егер уәкілетті орган тарапынан заң бұзушылықтар болса, әрине әкімшілік сотқа жүгінеміз. Жаңа заңды фактін анықтау бойынша медициналық куәлікті негізсіз бас тартты деп белгісіз қайтыс болғанға мен өзім бердім сотқа. Бірақ сот
сотта іс қаралды, жедел жәрдем, сараптама өкілдерінің бәрін шақырды, барлығы түсініктерін берді. Ережелерге сәйкес белгісіз өлім болған жағдайда куәлік беру міндеттей алмайтын болғандықтан соңғылығында азаматтық сотқа біз жүгінуге мәжбүр болдық, заңды факті бар. Енді жалпы заңды маңызы бар фактіні анықтауда туындайтын мәселелерді қайтыс болуға байланысты енді көп кездесетін осы ғой. Сонымен қатар жұмыс өтілімін анықтауға байланысты айтып өттік. Енді жаңа мен әңгіменің басында айтқанмын, жалпы Мұнайлы аудандық сотында Қанат Нұрғабылұлы, өздеріңіз білесіздер, қазір 1 қыркүйектен бастап 2023 жылдың соттылық өзгерді. Жалғыз Мұнайлыда емес, бүкіл Қазақстан бойынша азаматтық процестік кодекске өзгеріс енгізіліп, некеге қатысты, жасы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің құқығы мен мүдделеріне қатысты істердің барлығы ол жасы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған сотқа жолданып. Бірақ өздеріңіз білесіздер, жалпы соттылықтың жалпы қағидаты бар. Сол бойынша аудандық соттарға да неке бұзуды беруге болады. Сәл осыған да тоқталып өтейікші, жаңашылдық болғаннан кейін азаматтар қазіргі таңда сіздерге неке бұзуды беріп жатса, жасы кәмелетке толмаған балалары бар, сіздер арнайы сотқа жолдап жатсыз ба? Ювеналды сот деп аталады ғой халық арасында. Немесе өздеріңіз қарап жатырсыздар ба? Жоқ, қазіргі таңда біз өздеріміз қарап жатырық, арызды қабылдап жатырық. Біз арызды сотқа дейінгі татуласу судьясымен өтеді, ол кісі өзі талқылайды, негіз сұрайды, содан кейін ол жерде медиация болмаған жағдайда бізге сотқа өз өндірісімізге түсіп жатыр. Оны алып біздер қазіргі таңда жібермей өзіміз қарап жатырық. Себебі оны қазір біз бәрін жіберетін болсақ, ана ювенальный сотқа мүмкіншілік болмай қалады. Азаматтық процестік кодекстің талаптарына сай талап қоюшының өзінің құқығы оларда Мұнайлыда тұрғаннан кейін Мұнайлыға берген жақсы көреді, жақын жерден барып, или жаңағыдай туындайтын мәселелер болса, сол жерден шешкен жақсы көреді, сол Мұнайлының аумағынан. Жалпы бұл санаттағы істер бойынша неке бұзумен қатар балалардың тұрғылықты жерін анықтау, мүлік дауын барлығын қарап шешіп жатырсыздар. Қазіргі таңда бір арызбен бұрын 2-3 талап қылып беретін еді. Бірінші жаңағы алиментке бір береді, сот бюроны шығарады, одан кейін неке бұздырады, одан кейін 3-ші талап дүние мүліктерді бөлу туралы береді талап. Қазір бәрін біз бір талаппен қарадық, бір шешіммен шығарып жатырық. Бір шешіммен жаңағы соның неке бұзылғанын, мүліктерді бөлу туралы, балдардың тұрғылықты жерін анықтау туралы және алимент бөлігі болса, сол бойынша сот бюроны шығарып беріп жатырық. Осы жерде сіздің пікіріңіз заңгер ретінде жалпы бұл жаңашылдық бойынша? Мен заңгер ретінде айтарым, енді біз талап қоюшының талабына сәйкес жұмыстанамыз. Егер тұрғылықты мекенжайын анықтау кәмелет жастарына толмаған балалары болса, жасөспірімдер сотына бергеніміз дұрыс болады, себебі сол сотта бұрыннан қаралып келгендіктен сол сотқа береміз. Егер тек қана ажырасу, алимент болатын болса, онда бала дауы болмайтындай жағдай болса, сол тұрғынның тұрғылықты мекенжайы бойынша береміз. Жалпы егерде аудандық тұрғындар болса, ауданның тұрғындары болса, мысалы бізде шетте тысқары орналасқан аудандар бар. Бейнеу бар, мысалы Маңғыстау, Түпқараған, олардың барлығы қалаға, бізге Ақтауға, облыс орталығына жақын емес аудандар деп саналады. Шет орналасқан аудандар деп табылады. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы құрметті телекөрермендер, бұндай талап туындаған жағдайда міндетті түрде сіздер өздеріңізге ыңғайлы жағын қарауларыңыз керек. Яғни азаматтық процестік кодекстің талаптарына сай жалпы соттылық бойынша жасы кәмелетке толмаған баласы бар тарап қолында талап қоюшы, яғни ол өзіне ыңғайлы сотқа қоя алады, өзінің аудандық сотына, немесе аудандық сотта қарауға құлқын танытпасаңыз, сіз ювеналды сотқа қоя аласыз. Бірақ ол баланың тұрғылықты жерін анықтау бойынша мәселелерді келген кезде, сол жерде бала қай жерде тұрады, сол жердің тұрғылықты жердің қамқоршылық қорғаншылық органының міндетті түрде қорытындысы керек. Сол тұрғыдан қарасақ, аудандық сотта бұл істердің қаралғаны да дұрыс сияқты. Себебі бұл қаладағы облыстың көлеміндегі ювеналды сотта қаралғанмен, ол ювеналдық сот тапсырманы бірде сол аудандық қамқоршылық қорғаншылық органына береді, қорытындыны соларға беруге тапсырады. Солардың қорытындысы негізінде ғана соттың шешімі шығады. Сондықтан қазіргі таңда осы жаңа өзгешелік енді деп айтып отырық қой, 1 қыркүйектен бастап 2023 жылдың неке бұзу туралы талап қоюлар бойынша
міндетті түрде сіздер тек қана неке бұзу мәселесін емес, сонымен қатар балалардың тұрғылықты жерін анықтап, сонымен қатар мүліктік дауларыңызды да шешіп алуыңыз керек. Соны естеріңізде болсын. Бұл жаңағы бүгінгі бағдарламаның пайдалана отырып, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға ретінде, ақыл кеңес ретінде біздің айтып өтетініміз. Жалпы қазіргі таңда татуласу деңгейі қандай Мұнайлы аудандық сотында? Соған аз ғана тоқталып өтсеңіз. Татуласу деңгейі қазіргі таңда біздің осы сотқа түскен істеріміздің пайыздық мөлшерін алғанда 50-ден астам пайыз мөлшерде бар. Татуласу міндетті. Мысалы, үші түссе, соның екеуі татуласып кетіп жатыр. Медиациялық бізде сотта бар, татуластырушы судья сол арқылы өтеді. Сол кісі қараған кезде көбіне көп ол жерде неке бар, некені татуластырып, сонымен қатар жаңа қарыз ақша өндіру туралы істер бойынша істің санаты сондай: неке бұзу, қарыз ақша өндіру, содан кейін келтірілген мүліктік залалдарды өндіру және де заңды мәні бар факті анықтау. Негізгі санаттар осы санаттар ғой сіздерде. Судья, медиатор жұмыс жасауда сіздер. Рахмет. Ал Ләззат Аманжолқызы, өзіңіз осы Мұнайлыға көп істерге қатысып жүрсіз. Жалпы татуласуға тараптарды ықтиярын көндіруге үлес қосып жүрсіздер ме? Иә, бұл жағдай бойынша енді менің атым татуласу, негізі юристтердің арасында. Себебі мен Фейсбукта неде салам ғой, отбасыларды достастырып жатқанда, сол кезде татуласудан бітіріп жүрсің бе істеріңді деп. Сол сияқты Қанат Нұрғабылында бұрынғы неке отбасылы семья болды. Бір-біріне келісім шарты жарамсыз деп тану қойды. Аяғылшы біз 2 ай процесс барысында сот процесінің уақытында татуластырып, екі тарапты келісіммен бекіттік. Бар істер енді қолдан келгенше сотқа жеткізбеу басты мақсатымыз. Егер сотқа жетіп жатқанда да сот барысында судьялардың тарапынан татуластыру жұмыстар жүргізілсе, біз түсіндіріп айтамыз. Енді менде жасөспірімдер сотынан басқа соттардың бәрінде аудан қала бойынша татуласу келісімдері бар. 80% деп айтайын, істерімнің бәрі татуласумен бітіп отыр. Тараптардың татуласқанда олар жаңағы уақытыда үнемдейтінін, ақшаларында үнемдейтінін барлығын түсіндіріп айтасыздар ғой? Барлығы түсіндіріледі. Татуласу болса бізге тиімді, себебі уақыт жағынан және шығындар аз болады, тараптарға түсіндіреміз. Сот актісі шыққан күйде сот шешімімен бірдей орындалатындығын, соңғылығын түсіндірген кезде тарап түсінеді оны. Келтірілген татуласу келісімді орындамаған кезде оған да атқару парағы жазылатындығы барлығы жаңағы түсіндіріліп, тараптарға ең оңайда тиімді әдіс даудың шешуін, дау мұраты бітім деп айтып кеткенде ата-бабамыз татуласу екеуін мұраттың екенін жеткізіп отырасыздар ғой. Иә, рахмет. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізге берілген бағдарламаның аясында біз өзімізге берілген тақырыпты кеңінен аша алдық деп ойлаймыз. Сондықтан әрқашанда менің ең басты осы телекөрермендерге бұл бағдарламаның да басты мақсаты біздің осы халқымызды құқықты сауаттандыру, құқықтық мәдениетке әкелу. Осы бағдарламалар сізге тиімді болса, қандай да бір пайдасы келтірсе, нұр үстіне нұр болары, ол біз күмәнсіз біз оған нұр үстіне нұр боларына. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.